Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді әрі жылдам дайындалатын жеті нан, яғни жеті шелпектің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бөлме температурасындағы айранды ыдысқа құйып алдым. Айранның үстіне ашытқы, қант, тұз, сұйық май және де қаймақ салатын боламын. Барлық заттарды қанша салғанымды описание бөлімінде жазып кететін боламын. Барлығын араластырып алып, ауа өтпейтіндей етіп, үстін жауып, жылы жерге 15 минутқа қалдыратын боламыз. Міне осылай көпіршіктер шығуы тиіс. Одан соң ұнды азап електен өткізіп, үстіне ас содасын салып, араластырып алып, одан кейін қамырды илейтін боламыз. Шелпекті айраннан жасағандықтан қамыр осындай жабысқақ болып келеді. Қолымызға сұйық май жағып, осылай қамырды илейтін боламын. ұн салудың қажеті жоқ. Одан кейін дайын болған қамырдың үстін жауып, 1 сағатқа көтерілгенше қалдырамын. Міне шелпектің қамыры дайын болды. Өте жұмсақ, міне көріп тұрғандарыңыздай күшті болып көтерілді. Енді қамырды 7-ге бөліп, дөңгелетіп дайындап аламын. Міне бөлікке бөлінген қамырды да дөңгелетіп жайып алдым. Оның үстін жауып, тағы да 15 минутқа қалдырамын. Сонда біздің шелпектеріміз күшті көтерілетін болады. Күнбағыс майын молырақ етіп құйып, алдын ала табамызды қыздырып, кезекпен кезек пісіріп алатын боламыз. Міне шелпектеріміз дайын. Өте жылдам дайындалатын осындай айраннан жасалған шелпекті жасап көріңіздер, дәмі тіл үйіреді. Ас болсын, егер де видео ұнаған болса, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.